Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ең ерекше шибауырсақтың рецептімен бөліспекшімін. Бұл шибауырсақ отбасыңыздың бүкіліне ұнайды, сондықтан каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін қараңыздар. Бұл шибауырсағымыз өте оңай және де тез дайын болады. Сондықтан сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ал онда бастайық. Біздерге ыдысымызға ең әуелі тұзымызды салып аламыз. Аз мөлшерде жаңағы шай ас қасықпен 1 қасық салсаңыздар болғаны. Және де үстіне жұмыртқамызды саламыз. Қантты керегінше салсаңыздар болады. Мен аз мөлшерде салдым. Ас қасықпен жарты ас қасық салсаңыздар болғаны. Немесе тартына қалсаңыздар 1 қасық немесе 2 қасық салсаңыздар болды. Енді осы массамызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ұнымызды енді електен өткіземіз. Мен ұнды да көз мөлшерінде салдым. Ыдысымда менің 300 грамм ұн бар. Енді осыны жақсылап елеп аламыз. Менің каналыма тіркеліп үлгермесеңіздер, подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісемін. Енді осыны жұмсақ қамыр етіп елеп аламыз. Міне қыздар, қамырымыздың илеуін қандырып жақсылап илеп алдық. Енді осыны где-то бір жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Сыртынан міндетті түрде мешочек кигізіп қоясыздар. Ал енді қамырымыз керегінше демалды. Мен жарты сағатқа демалдырып қойдым. Енді осыны жайып бастаймыз қолымыздың көмегімен. Бірінші осылай жұқартып аламыз. Оның себебі жабыс қалмау үшін. Осы қамыр жайғанда етіп, жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыз қаншалықты жұқа етіп жайылса, сол кезде әдем болып шығады, қытырлақ болып, әдем болып. Қамырымыз тек қана жұмыртқаға илегендіктен уайымдамаңыздар, жабыспайды, әдем болып шығады. Міне қыздар, қамырымыз жайып алдық, керегінше жұқарттық. Енді кесіп бастаймыз. Қамырымызды осылай етіп жасап аласыздар, видеодағыдай етіп. Енді пышағымыздың көмегімен осылай кесіп шығамыз. Осылай бөлшектерге бөліп шығамыз. Әрқайсысын өте үлкен емес, жаңағыдай шибауырсақтың көлемінде етіп кесіп алсаңыздар болғаны. Кеспей кескендегі етіп, осылай жіңішке етіп кесіп шығамыз. Уайымдамаңыздар, жабыспайды, әдем болып шығады, наоборот. Жалпақ етсеңіздер әдем болып шықпайды. Пышақпен де кессеңіздер болады, әркім қалауынша. Майымызды алдын ала отқа қойып қоямыз, қызып тұру үшін. Қамырымызды кесіп болдық, қыздар, міне шүт кесілмей қалған жерлерін осылай ажыратып бастаймыз. Уайымдамаңыздар, еш жабыспайды. Майымыздың қызған-қызбаған білу үшін бір бауырсақты салып, немесе пиязды салып білсеңіздер болады. Енді пісіріп бастаймыз. Бауырсақтарымызды осылай етіп салып, видеодағыдай етіп, күйіп қалмаңыздар, абайлап, біртіндеп аз-аздан салып пісіріп бастаймыз қызарғанша. Міне қыздар, нағыз шибауырсақ көріп тұрғандарыңыздай әдемі қызарып, әдем болып шықты.
бір сілкіп аласыздар, себебі майлы болып кетпеу үшін. Аз мөлшерде салыңыздар, ши бауырсақты сол кезде әдемі болып бір-біріне пісуіне көмек береді. Ши бауырсағымыз дайын болды қыздар, міне көріп тұрғандарыңыздай керемет болып шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қаншалықты жіңішке болып кесілсе, әдемі болып шығады. Сол кезде ши бауырсақтарыңыз қытырлақ болып, күшті болып шығады. Міне қыздар, дайын болған ши бауырсағымыздың үстіне 2-3 қасық сгущенка салып, бір араластырып жіберсеңіздер, өте керемет дәм береді. Сіздер де осындай жасап көріңіздер. Міндетті емес, енді әркім қалауынша бір араластырып жіберсеңіздер де болады. Міне қыздар, ши бауырсағымыз дайын. Сіздер де осы жасап көріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.